Сәлем бәріңізге. Бүгін біз сіздермен чебуректер дайындаймыз. Ол үшін каналға осылайынан тіркеліп, және қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Бірінші илеуіштен өткізген ұнымызды дайындап, үстіне тұз қосылған суымызды қосамыз. Суымыз жылы болу керек. Сосын сұйық майымыздан 3 үлкен қасықтан қосамыз. Осылайынан жақсылап араластырамыз бәрін. Қамырымызды қасықпен илеп болғаннан кейін қалауларыңызға қарай тағы да ұн қосып осылайынан илеуге болады. Енді біз қолымызбен илейміз. Қолымызбен жақсылап осылайынан илеп, ең қандырып. Міне осы видеодағыдай болғанша илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бұл қамырды біз 30 минуттай қойып қоямыз. Оғанға дейін біз чебуректің салмасын дайындаймыз. Оған бізге фарш керек, және сарымсақ керек, тұз, бұрыш керек. Үстіне біраз су қосамыз аздап, дәмді болып шығу үшін. Енді жәнегі 30 минуттай тұрған қамырымызды осылай сопақшалап алып, мөлшерлеп тураймыз осылай. Міне барлығын кесіп алғаннан кейін ұнға аунатып, домалақтап, осылай дайындап қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды оқтаумен осылай жаямыз. Жәнегі дайындап қойған салмамызды осы домалақтап жайған қамырымызға ішіне саламыз. Жұқалау қылып осылайынан фарштарды ішіне салып шығамыз, және вилкамен шетінен осылай жапсырамыз. Видеода көріп тұрғандай осылай чебуректердің бәрін дайындап аламыз. Енді дайын болған чебуректерімізді орташа отта тұрған майға салып қуырамыз. Өте қызып кетпесін майларымыз, өйткені арасы шикі болып кетуі мүмкін тез-тез пісса. Міне екі жағында осылай қызартып, әдемі күйге түскенше қуырамыз. Міне біздің чебуректеріміз уже дайын. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Рецепті астына қалдыратын боламын.